Мейірім. Авторы Мейіргүл Оңғарова. Бірінші бөлім. Жансезім анасының айғайынан шошып оянды. «Тұр дедім саған», деп анасы Көркем Жансезімнің үстіндегі жылы көрпесін жұлып алды. Таңғы салқын денесіне лап еткен Жансезім бүрісіп, денесі қалтырап төсегінен атып тұрды. Денесін ауырсынса да, киімін тез-тез ауыстырып, жуынатын бөлмеге жүгірді. Кеше анасы ұрған иығы көгеріп қалыпты. Ештеңе етпейді. Апай көрмесе болды деп көгерген иығын мектепке киетін ақ жейдесімен қымтай жапты. Жуынып болып, зыр жүгіріп шай қойды. Артынан ерген екі сіңлісі де үрпиіп ұйқыларынан тұрып жатыр. Әкелері әдеттегідей үйде жоқ. Жансезімнің анасы да, әкесі де әскери адамдар.